Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Мінеки кешке маған бір зил көң түсіріп кетті. Мен осыны азаннан бері жаңағы жайғастырып жатырмын. Оны төбеден бастап салып келе жатырмын. Шлакоблоктың бойымен етіп, шлакоблоктың бойы 20 сантиметр. Осының барлығын жайғастырып болған соң, мына метр тастаймыз, ұзын метрім бар, жаңағы осы ұзындығын білеміз, және енін өлшеп, бізде бір зил көң қанша квадратқа жететін білетін боламыз. Бұл өте маңызды жаңағындай ақпарат, себебі осы шуалшанға қызығып жүрген адамдар көбінесе білмей жатады. Жаңағыдай бір зил түсірсем дейді, бір камаз түсірсем жете ма деп жаңағы сұрап жатады. Енді біз осы сұрақтың жауабын осы видеода білетін боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар, барлығын жаңағыдай жайғастырып болған соң, тағы да мен видео түсіріп, осы екі видеоны қосып, монтаж жасап, сіздердің назарларыңызға ұсынатын боламын. Мінеки арадан бір шама өтті уақыт. Осы жерде тұрған бір зил көңді мен жайғастырдым. Мына шлакоблоктың бойы 20 сантиметр. Мына жақта метрді тастадым. Осылай түзуінен кеткен бұл. Ровно бізде 3 метр. Демек, мына бортымыздың ені 3 метр болып тұр. Сосын жоғардан осындай ұзын метр тастағанымда, мінекей, бұл нешені көрсетіп тұр? 11 метр 14 сантиметрді көрсетіп тұр екен. Біз енді жобамен 11 метр деп есептей салайық. Сонда 11-ді 3-ке көбейтетін болсақ, бізде қанша квадрат болады? 33 квадрат жай пайда болды бізде. Демек, бір зил көң 33 квадратқа жетеді екен. Борт жасайтын болсақ, 33 квадратқа жетеді екен. Мына жерде бізде жиналып қойған жаңағы шуалшан, пуалшан барлығы жиналып тұрған биогумус жиналып тұр. Бұны кейін қол босаған кезде електен қол босап, мына жақтағы шуалшандардың барлығы мына жаққа өткенін күтемін. Бір 2 апта болар, 3 апта ма. Сосын осы жерде тұрған биогумустың барлығын електен өткізіп, таза қылып продажаға дайындайтын боламын, Құдай қаласа. Мынау көң ешқандай жуылған жоқ, кептірілген де жоқ. Осы қалай келді, мен зилмен осы жайғастырып қойдым қазірше. Енді бүгін ертең жаңағы үстінен жақсылап су құямда, тұрған жайында жуып жібере салам бір мәрте. Осы бір мәрте жақсылап жуамын. Кейін күнделікті жаңағыдай шуалшандарға су сепкендей, осы күнделікті жай су шашып тұрамын. Сонда ылғалдық болған кезде біздегі мына шуалшандар мына жаққа өтетін болады. Және маңызды ақпарат, мынау биогумусты біз 50% влажность тастау керекпіз. Бұл жерде себебі жаңағы нелер болады? Микро, макро деген андай бактериялар болады биогумустың құрамында. Солар құрғақ болып кетсе, олар өз жұмысын тоқтатады. Сондықтан олардың жұмысы тоқтамау үшін, гумификация процесі жақсы жүру үшін, бұл жаңа биогумустың ылғалдығы 50% влажность болып тұру керек. Осындай әдемі. Қазір шамамен сонда 50% болып тұр. Мынандай. Осындай влажностьта сақталу керек. Хоть қай жерде болса да, мысалға, жаңағы құрғап кетпеу тиіс деп жатады. Сол ылғалдығын сақтаймын. Мына жерге су шашқан кезде, мынау биогумустың үстіне де азырақ шашып тұрамын. Мінеки видео осындай маңызды ақпаратқа толы болды деп есептеймін. Ұнаған болса видео лайк басыңыздар, комментарияға ойларыңыз жазыңыздар. Каналымызға подписка жасауды ұмытпаңыздар. Келесі видеоларда кездескенше сау саламатты болыңыздар. Баршаға сәттілік тілейміз. Сау болыңыздар.